Сәлем достар, бізде жаңа блог. Жүзде мен бірдеме істейін деп жатырмыз 7 майға. 7 майды қызық болып жатыр. 8 мамырда тойлайын деп жатырмыз. Какая разница? Жалғыз біз емес екен ғой. Ана жерде ең шығарып жатқандар бар. 7 мамырда бізде шаруаларымыз болып қалды. Сол себептен әкемізді дұрыстап құттықтай алмадық, сыйлығымызды бере алмадық. Енді қазір видеоның соңына дейін көріңіздер, өте қызық болады. Соның дайындығында жүрміз. Қалай деймін да, біз 7 мамырда әкемізді бір күшті вау деп дейміз. Неге құттықтамасқа? Өйткені ол кісі бәкең бізде әскерде қызмет еткен, отан алдында борышын өтеген деп күшті қылып анандай тырнақшаға кеткен де. Сіз тырнақшаның ішіне жазып қояйық. Арыстан аяғым шаршады деп балалармен жүрген. Ашып берер. Балалармен жүрген осы ғой. Біреуінің аяғы шаршап жатыр. Аяғын қолы шаршапты. Зере уже концерт қоюға на старте келе жатыр. Зергеміз екі баламен азғып блог түсіреміз, сосын сыйлық сыйлаймыз деп. Бірақ өмірдің өзі осынысымен тамаша ғой. Сол тұрмыз, үйіміз ана жерде тұр. 10 қадамға шыдай алмай жатырмыз. Біреуіміздің аяғымыз шаршады. Кешкі әкеміз 8-де жұмыстан шығады. Бізде тек 4 сағат уақыт қалды ғой. Соған дейін баланы да ұйықтатып үлгеру керек, тамақ та жасауымыз керек, сыйлықтарымызды дайындауымыз керек. Не деген жанкешті өмір. Сай. Концертті өлтіріп тұрып қояды. Нормально. Әдем болып тұрсың ғой, не болды? Өзіне көп алатын сенің досың, сіңілің. Жарты пакетін нағың астына сақ қойған. Қайсың килограмм? Ішінде не бар айтайын ба деп анпакинг жасап кеттік. Көшенің қауыртасында деш. Өзіміз келеміз. Гүлка екеуміздің приколымыз бір-бірімізге өтеді. Жүріп бара өтпейміз. Неге сен өйтіп ойлайсың? Өзің самооценкаңды түсіресің? Самооценка емес, екеуміз күліп жатқанда түсінбей қалады ғой. Жұрттар неге дейіп жатыр. Жұрттарда нең бар? Приколымыздап бір-біріміздің приколымызға қыдырып Мә керек болса, Арекең құс қуып кетті. Өтірік шашайды бұл. Құс қуып жүр. Ата неге шаш келіп жатсың оны? Көшіп жүреміз біз. Осылай бала-шаға мен енді оңаймыз қой. Но адам позитивті өмір сүру керек қой. Ақ шіркін. БК-дамыз. Гүлжаханнан мотивация сендерге. БК-да. Қоғамға просто менің деген әрбір статустарым андай жекке шығып кететін БК-дың кезінде. Просто қазір менің заманым. Біз не ашпадық? Соңында ютубқа дейін ашып жатырмыз. Нара жасыл конфеттің бәрін жерге тастап жатыр. Ысырап қылма қарсын. Анау күшті екен не шайға түстеуге? Ертең жүгіреміз. Жүгір десе күшті ғой. Арыстан ондайға бес. Жұрттың бәрі бізге қарап келе жатыр. Болында, тез. Екеуі қырып келе жатыр. Үйімізге жеттік. Міне, мына дүниенің барлығы бәкеңе арналған. Оны қандай түрде ұсынатынымызды алдағы уақытта көресіздер. Бәкеңнің нау маған 6 мамырда сыйлаған гүлі ғой. Мына дәптер де бәкеңе арналған. Жоқ, рас, дым күлетіні жоқ. Ананас. Бүгін бәкеңнің сүйікті тағамдарын пісіріп жатырмыз. Самса. Пешке кетті. Рецепт керек болатын болса, біздің каналымызда бар. Саяда творческий бардак. Нағара. Мәссаған, спагетти, зелеңгет. わー、қандай күшті тамақ.
Мынау бөлек гарнир, иә? Қазір самса пісті. Иісі күшті қытырлап, қазір ыстықта жейтін боламыз. Бұйырса, бұл самсаның рецепті біздің рецепт каналда бар. Асықпай отырып қарап алсаңыздар болады. Тез арада дайын болады. Қытырлап самса. Нарезка жасап қойып жатырмын. Бәкеңнің жақсы көретін салатын мынау. Соны әдейі жасап жатырмыз. Тек майонезі ғана қалды. Осындай біз бүгін мерекелік кешкі ас ішеміз. Тамақ пісіп қалды осылай, иә? Не деген дастархан мынау. Өз-өзімізге праздник создавать етіп жатырмыз. Өттім, эстетикадан хабар жоқ болып тұрмын ғой жерде. Не болды мынау? Айтпақшы біздің көрсетуге болмайды. Құпия. Сыйлығымыз, сосын мынаның ішінде сыйлық бар. Сосын ауызша айтатын бір сыйлығымыз бар, иә, Зере? Әкеге бұл сыйлық. Видеоны соңына дейін қараңдар. Осы сыйлықтарды көресіңдер. Творческий бардак. Міне самса дайын дастарханға келіп. Сіздерге көрсетейін дегенім осы самсаның асты да өстіп қытырлақ болып піседі. Асты да қытырлақ, өзі де қатпарлы болып күшті піседі. Рецептен қарасаңыздар болады. Әп-әдемі болып шықты. Бәкеңді күтіп отырмыз. Тамақ дайын. Мына жерге енді майонезін салайын салаттың. Сонымен біз де дайын болып қаламыз. Арстан, әке келді. Келді. Неге тығылып тұрсың сен? Көк деп шығамыз. Давай, көк деп шығамыз. Ассалаумағалейкум. Бұл блогымды осы семьяға арнаймын. Әкеміз келді. Әкемді мерекесімен құттықтаймыз. 8 мартыңызбен жүзде. 8 май. Десеші? Сізге подарок береміз. Алла разы болсын. Біраз отырсыз ба? Ондай мурашки отыр. Біз осындай жынды семьямыз. Қандай аппетитный көрініп тұр, иә? Сочный, мощный. Натуральдігін не деп ба? Шетті не апырма. Біздің бәкеңе арнайлап пісірген. Мужской тамақ. Осындай тамақ жақсы көреді. Давай сая ортаға қойып жер мен. Не, бүгінгі біздің кешкі ас. Сая екеуміз осындай дастархан жасадық. Ас болсын. Сен подарок бер. Зерен алмай деп айтады дейді. Әкесі сізді біз Умраға жиын жасыдыр ма? бірге бармаймыз ба? Сізге баруға біз күшті сыйлық жасап. Айт, андай, өзіміз подаркамыз деп ойлағанбыз. Тренажеркаға сертификат. Армандарым күшті. Грамотаны сатып алатын. Не, сізге сыйлық. Сертификат. Көрсет жөріңіз. 9 миллион. Виртуальный 9 миллионым ай. Сен бер. Енді оны ашып көруіңізге болады. 9 миллион. Алқын. Зам-зам су. Отвечай, анандай не ғой. Примерно мен саттым, мен қараған жоқпын ше. Отыра берсін. Арманым. Арман ғой, я. Ашып көріңіз енді. Ашқан жоқпыз. Дейтін ашамын. Ашып. Мынандай кімді ма? Уақытны. Темір еще. Иә, металл. Темір екен. Қалай ұнады ма сізге? Оған емес, ақасы. Маған тағады.
Күшті ғой. Күшті ма? Жам суымен. Енді біздің 3-ші сыйлығымыз. Сыйлықтар көп болсыншы. Ол бар ғой, мынаның бетін естайын етесіз. Детокс марафон. Оған еще сізге мынаның бар ғой, детокс марафонның құны бүкіл продукциясымен 50 мыңға шықты ау бізге. Жоға, 7 күндік. 7 күндік детокс марафон. Таңғы ас. Ертеңнен бастайсыз. Құрма жоқ ғой. Құрма үйде бар ғой. Қалай біздің сыйлығымыз ұнады ма сізге? Иә. Рахмет, Алла разы болсын. Мен енді осындай ат өткітілер. Иә, күшті екен, иә бала? Анандай концовка видеосы. Фото Мишам, видео.